Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің Аягөз қалалық номер 5-ші бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Әлсейітова Гүлжазира Мұратовна бүгінгі конференцияда сіздермен өз іс тәжірибемде бөлісетін тақырыбым мектепке дейінгі білім беру деңгейінде STEM элементтерін енгізудің жолдары мен әдістері. Мектепке дейінгі балаларды жүйелі түрде оқыту бұл танымдық іс-әрекет процесінде интеллектуалды қабілеттерін дамытуға және ғылыми-техникалық шығармашылыққа баулуға бағытталған мектепке дейінгі білім берудің ішінара модульдік бағдарламасы. STEM оқытудың жетекші компоненті эксперименттік және инженерлік қызмет болып табылады. Ойын түрінде балаларды санауға, өлшеуді, салыстыруды, қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді үйретеді. Көңілді ойын түріндегі еркін іс-шаралар мен қиял мен шығармашылықты дамытады. Біздегі білім беру саласындағы басты мақсат ол дені сау, ақыл-ойы дамыған, білімді де білікті, кәсіби дамыған тұлға тәрбиелеу. Жас буын рухани бай, зерек те зерделі, мәдениетті болып тәрбиеленуі керек. Қазіргі балалар біздің болашағымыз. Болашағымыз жарқын болсын десек, бала тәрбиесіне баса назар аударуымыз қажет. Біздің балабақшамыз өз тәрбиеленушілерін креативті ойлауға, математикалық нақты шешім қабылдауға, инженерлік шығармашылыққа қызығуға, тәжірибе жасауға баулуда. Біз сыни тұрғыдан ойлай алатын, креативті, шығармашыл, жаңа заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеуді өзіміздің басты мақсатымыз етіп алдық. Біз үшін тәрбиеші бағыттап отырады, бірақ балалар өз бетімен әрекет етуі маңызды. Материалдар әртүрлі әрі қолжетімді болуы керек. Қағаз, сулар, топырақ, табиғи заттар, конструкторлар тағы басқа заттармен бірге. Жас ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Ойын, қызығушылық, қозғалыс бәрі біріктірілуі қажет. Дейінгі білім беру жүйесіне енгізу қазіргі білім беру үрдісіндегі маңызды бағыттардың бірі. Бұл балалардың шығармашылық, сыни ойлау қабілеттерін дамытуға, қоршаған орта туралы тереңірек түсінік алуға және болашақта ғылым мен технологияға қызығушылығын оятуға бағытталған. Неліктен STEM-ді мектепке дейінгі мекемеге енгізу қажет? Шешуші уақыт. Мектепке дейінгі жас баланың тілдік, әлеуметтік және эмоционалдық даму үшін өте маңызды кезең. STEM элементтерін осы уақытта енгізу баланың дүниетанымын кеңейтіп, зерттеушілік қабілетін дамытады. Екіншіден, қызығушылықты ерте ояту. STEM бағытындағы қызықты ойындар мен тәжірибелер балаларды ғылым мен техниканы жақсы көруге, болашақта осы салада оқуға ынталандырады. Үшіншіден, дағдыларды дамыту. STEM балалардың логикалық ойлауын, мәселені шешу қабілетін, шығармашылық пен топпен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Біз де өз тәжірибемізде STEM технологияларын балабақшамызда енгізудің маңыздылығын айқындау және баланың дамуына әсерін талдау мақсатында балабақшамызда бірнеше жылдан бері қолданып, зерттеп көрдік. STEM-нің дәстүрлі оқытудан айырмашылығы баланы пассивті тыңдаушы емес, белсенді зерттеуші ретінде қалыптастырады. Балабақшамызда STEM ортасын құру үшін және балалардың қызығушылықтарын арттыру үшін ғимаратымыздың дәліздерін безендіріп, топтарда математика бұрыштары жасалды. Онда пішіндер, санау құралдары, тағы басқа заттар қойылды. Ғылым бұрыштары жасалды. Балаларға арналған микроскоп, табиғи нысандары, тәжірибе құралдары қойылды. Құрылып, магнитті құрастыру құралдары, лего конструкторлар, тағы басқа құрастырушы ойыншықтар қойылды. Интерактивті құралдармен жабдықтауға тырыстық. Енді STEM технологиясының элементтерін қалай енгіздік деген мәселеге келетін болсақ, қолдандық. Атап айтатын болсам,
ойын арқылы оқыту. Оқу қызметінде танымдық, шығармашылық ойындарды пайдалану. Ол рөлдік және дидактикалық ойындар әдістері арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, ғалымдар зертханасы, кішкентай инженерлер, лего, конструкторлар, магниттік ойыншықтар арқылы модель құрастыру. Суды зерттейміз, өсімдік қалай өседі секілді тәжірибелік ойындар ойнатуға болады. Екіншіден, тәжірибе мен зертханалық жұмыстар. Бұл дегеніміз қарапайым ғылыми тәжірибелерді ұйымдастыру. Оны төмендегідей әдістер арқылы ұйымдастыруға болады. STEM білім беруді балалар тек ақпарат алу арқылы үйренбейді, олар тәжірибе жасау арқылы үйренеді. Олар нақты әлемге қолданылатын білімді қолдануды үйренеді. Біздің зертханамызда бүлдіршіндер жанды, жансыз табиғатпен тәжірибелерді қызыға жасайды. Тәжірибе жасаудың басты артықшылығы ол балаларға қоршаған орта туралы нақты білім алуға көмектеседі. Зерттеу арқылы заттардың құрылымы мен пайда болуы, бір-бірімен байланысы, қоршаған ортаға әсері туралы білетін болады. Бұл әдістерге су мен мұздың күйін зерттеу, түстердің араласуы, жарық пен көлеңке тәжірибелері, магнитпен жұмыс, судың айналымын көрсету, көкөніс немесе өсімдік отырғызып, оның өсуін бақылау. Келесі әдісіміз жобалық оқыту. Балалар мен шағын STEM жобаларын жасау. Мысалы, менің болашақ үйім, менің балабақшам, қиялымдағы әлемім деген сияқты тақырыптарда балалардың макет жоба жасауы қолдануға болады. Топпен жұмыс істеу арқылы бір мәселені шешуге бағытталған тапсырмалар орындатуға болады. Жобаны жасау уақытта жобамен таныстыру, көрме ұйымдастыруға болады. Келесі бір әдістеріміз интеграцияланған ұйымдастырылған іс-әрекеттер. Бұл STEM элементтерін басқа пәндермен кіріктіре отырып өткізу. Ұйымдастырылған іс-әрекеттерде көптеген әдістерді қолдануға болады. Балалардың танымдық қабілеттерін дамыту үшін Фридрих Фребельдің топтамаларын ортаңғы топтардан бастап ұсынуға болады. Геометриялық фигуралардан әдемі жұлдызшалар, жануарлар, зәулім ғимараттар құрастырудың математикалық қабілетті жылдамдатуда ықпалы зор. Логикалық ойлауларын жүйелендіреді. Фребель сыйы ойындары балаларды түрлі пішіндегі заттармен таныстырады. Құрастыру олардың кеңістіктегі әсерлерін, ой өрісін кеңейтеді. Сондай-ақ қол моторикасын дамытады. Математикаға негізделген оқу әрекеттері санауды, фигураларды сәйкестендіруді және үлгілерді жасауды қамтиды. Өлшеу, санау, кеңістікті бағдарлау, теңестіру, арифметикалық есептеу, пішіндерден құрастыру сияқты әдістерді қолдануға болады. Осы әрекеттердің барлығымен балалар өз жолында тұрған кедергілерді жеңе отырып, жаңа өнертабыстарды ойлап табу және жасау үшін инновация мен шығармашылық әдістерін үйренеді. Технологияларды қолдану. Интерактивті құралдарды пайдалану арқылы STEM оқытуды қызықтыру. Бұл әдісте мультимедиалық оқулықтар, анимациялық видеолар көру, интерактивті тақтамен жұмыс және балаларға арналған ғылыми қосымшалар әдістерін қолдандық. STEM білім берудің міндетті бөлігі. Балаларды цифрлық технологиялармен таныстыру. Бұған көмек мультистудия әлемі модулі. Бұл баланы өзі анимациялық фильмін жасау арқылы
балалардың әртүрлі жобалардағы жұмысының нәтижелерін қорытындылауға және заманауи деңгейде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұған ақпараттық коммуникативтік, цифрлық және медиа технологияларды игеру арқылы өнімді технологияларды игеру арқылы қол жеткізуге болады. Балабақша бүлдіршіндері өздері ойлап тапқан ертегілерінің кейіпкерлерін өздері дайындап, өздері мультфильм түсіреді. Бұл ертегіні дайындау үшін қанша күн тер төгеді, еңбектенеді. Өз еңбегінің жемісін көргеннен артық бақыт бар ма? Балалардың шат күлкісі мен риза болған жүздері бізге де ары қарай ізденуге, еңбек етуге шабыт сыйлайды. Сонымен қатар, мектеп жасына дейінгі балаларды ойындар қолданбай, тапсырмаларды пайдаланбай оқыту мүмкін емес. Балалардың қызығушылықтарын арттыру үшін STEM технологиясы, STEM робот тышқан жиынтығын өте жақсы көмектеседі. Тапсырмаларды қызыға орындайды. Робот тышқан ойыншығы әр құрылғының қызметін түсіндіре отырып, берілген тапсырмаларды өз беттерімен орындап, ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге, машықтық жұмыс арқылы тапсырмаларды тиянақты саралап, қажетті құрылғыны нәтижелі қолдана алуға үйретеді. Сыни ойлау дағдылары мен логиканы дамытуға көмектеседі. Кез келген идеяны, қиялды жүзеге асыруда балалардың ішкі сезімін, өзіне деген сенімділікке, олардың маңыздылығын, қызығушылығын, қалауын түсінуге, сыни ойлау дағдылары мен логиканы дамытуға көмектеседі. Қоршаған ортаны зерттеу. Табиғатпен тікелей жұмыс жасау арқылы ғылымды түсіндіру. Бұл тәсілдің қолданылатын әдістері серуен кезінде құстар, жәндіктер, өсімдіктерді бақылау, маусымдық өзгерістерді бақылап күнделік жүргізу, экобұрыш ұйымдастыру. Ата-аналармен жұмыс. STEM-ға байланысты үйде де жұмыс жүргізу үшін ата-аналармен серіктестік орнаттық. Бұндағы қолданылатын әдістеріміз үйде жасауға болатын тәжірибелерді ұсыну. STEM апталықтары, көрмелерге ата-аналарды қатыстыру. Осы әдістерді қолдана отырып, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақ десек, осы өскелең ұрпақты тәрбиелеу, олардың болашағына баспалдақ болар білім беру жолында балабақшамызда жасалып жатқан іс-шаралар жеткілікті. Балалардың болашағы жарқын болу үшін балабақша, ата-ана болып бірлесіп ынтымақта жұмыс атқарудамыз. Балабақшада ұйымдастырылған әрбір іс-шараға ата-аналар белсене атсалысады. Ата-аналар STEM бағдарламасы барысында да өз белсенділіктерін көрсетуде. Балалармен бірлесіп, үй жағдайындағы тәжірибелер, яғни тәжірибе жасау челленджін бірлесе атқардық. Біз робот жасаймыз көрмесі, робототехника бойынша кім жылдам, жас робототехниктар конкурсы ата-ана мен балабақша арасындағы сенімді алтын көпірді біріктіре түсті. STEM технологиясының элементтерін балабақшамыздың жұмыс процесінде енгізудің алғашқы кезеңінен ақ балалардың қызығушылығы бірден байқалды. STEM элементтерін қолданудың тиімділігі осы технологияны зерттеуіміздің соңында да айтарлықтай көрініс берді. Нәтижесінде тәрбиеленушілердің танымдық қызығушылықтарының 60%-ға, жаңа ұғымды меңгеруі 30%-ға, шығармашылық белсенділіктері 40%-ға артқандығын, топпен жұмыс істеу дағдылары да айтарлықтай артқандығын байқадық. Менің алдында тұрған міндеттерінің бірі балалардың оқыту, тәрбиелеу үрдісін жүзеге асыруда білім беру жүйесінің модельдарын қолдана отырып, балаларды жас ерекшелігіне сай құзыретті,
танымдық, белсенді, шығармашыл, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, бәсекеге қабілетті зияткер ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінің педагогтері баланың даралығын жоғалтпау, дамудың сезімтал, яғни ең қолайлы кезеңін жіберіп алмау, оның белсенді, танымдық ұстанымын қолдану үшін жұмыс істейді. Өйткені педагогикаға қатысы бар әрбір адам олардың жеке тұлғаның жан-жақты және үйлесімді даму үшін маңыздылығын түсінеді. Қорыта айтатын болсам, STEM элементтерін мектепке дейінгі білім беру жүйесіне енгізу бала дамуына кешенді әсер ететін, болашақ мамандардың негізін қалайтын маңызды қадам. Ғылыммен таныстыру жаңашыл, ізденімпаз ұрпақ тәрбиелеудің кепілі. Мәселе, бұл бағыттағы жұмыс балабақша педагогтерінің арнайы дайындығын, әдістемелік базаны және материалдық техникалық базаны қамтамасыз етуді талап етеді.